Қытайдан біз сауда жасап байып жүрген біздің адамдар көбейіп жатыр мысалы. Сонан кейін қазір мына Қытайдың электронды сауда платформаларының ашылуы. Және біз ол бұрынғы мифтер азая бастады. Қытай бізге бір сапасыз тауарлармен, әсіресе мынандай әңгімелер болса да, киім-кешектерінің ішіне бірнеше түрлі у қосып жібереді. Содан адамдар ауру болады деген сияқты неше алып қашпа аңыздар болып еді. Қазір енді біз 95-ші жылдардың ілгектің арасында бір ән сондай әңгімелер көп айтылатын. Енді қазір соны біз халық көре бастады. Енді Пиндода бар, Тему бар, содан біз тауарларды беріп, қытайлар, ол негізі платформалар қытайлардың ішкі нарығына арналған платформа. Яғни қытайлардың тапсырыс беріп алатын затын біз мұнда тұрып алып жатырмыз. Қазір ауылдағы ағайынның бәрі Пиндодан тапсырыс береді. Соны біз енді көзіміз көріп отырғаннан кейін біз кішкене көзқарасымызды өзгере бастады. Қытайлардың да дүниесі сапалы екен ғой деген. Олардың жаңағы мақсаты бір соны астыртын бір жымысқы саясатпен бір кеп